екінші қараша Қазақстан ұлттық құрамасы Сан-Мариномен ойнайды деп жатыр. Қазір Арена стадиондамыз. Бүгін финал. Бұл стадион не көрмеді, бұл стадион қалай ойындарды көрдік. Алда оймен пенальти болған кезде көрдік. Беларусь ұтқан кезде болды, Данияны ұтқан кезде болды. Және Тоқаев келген кезде Солтүстік Ирландия ойнатқан ойындар болды. Бүгін қызық ойын болады. Бір кезінде қараңыздар. Короче, билеттің екінші этажда Е секторында сол жаққа баратын боламыз. Шамамен ойынға бір 40 минуттай уақыт қалды. Ұмытылмайтын кездесу болады деген үміттеміз. Құрметті достар, футболда расизмге жол жоқтығын ұмытпаңыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Bastaldı.
жоқ екен. Берсейші, абат ашып тұрған. Ой. Құрметті жанкүйерлер, барлық қазақстандықтарды елімізде халық саны 20 миллионға жетуімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан ұтып жатыр. Кетті, екінші тайм басталды. Минут, екінші тайм. Қазақстан, Сан-Марино. О, один пас. Gol sokan 9. nömerdeki oyuncu İslam Çesnakov! İslam Çesnakov! Қазақстан! 2-0. Oyuncular almasan gelatır. Hoppa, Arman Kines çıkan gelatır. Екіншісі Темірлан Ерланов. Мына жақта біреу бар еще. Алдым. Скворцов, Лев Скворцов. Қайырыққа бірден болды. Лев Скворцов шығатын болды. Замена дейді. Ё-моё. Консерватор. Бүгінгі ойынға 30.100 жанкүйер келіп отыр. Ыстық қолдауларыңызға алғыс білдіреміз. Теген ғой мана тоқайып отыр. Қасында кім отыр мына? Расымен келген екен ғой. Алайда ойын болып жатыр міне.
Пенальти, Байкандар. Сами себе забейте. Фотографтар ошо мына жерде отуруп, сүрөп отурган. Чек. Барды карап атыр қазір. Минут, 90 минут. Пенальти. Абат Айымбет түйін деп атыр пенальти. Сонымен турнир кестесін қарайтын болсақ, H тобында Қазақстан ұлттық құрамасы 18 ұпаймен 3-ші орында тұр. Ең соңғы ойын қалды. Словенияға қарсы ойнайтын болады Қазақстан ұлттық құрамасы 21 күні. Бұл нағыз финал. Бұндай тарихта болмаған. Евро 2024 Германиядағы өтетінге біз егер Словенияны ұтатын болсақ, шығатын боламыз. Каналға жазылайық, лайк басайық. Барлығымыз аман болыңыздар, сау болыңыздар.